Қайырлы күн. Бүгін біз жусаймен чебуреки жасайтын боламыз. Ол үшін бізге алдымен ұнды міндетті түрде ситадан өткізу керек болады. Оған 1-1,5 шай қасық тұз саламыз. Бізге ұнды міндетті түрде ыстық суға илеу керек. Қолға жабыспайтын етіп қамыр илейміз. 10-15 минутқа демалдыруға шетке алып қоямыз. Начинкасын дайындайтын боламыз. Ол үшін жұмыртқаны әбден вилкамен араластырып, кішкене тұз салып, қызып тұрған сковородкаға май құйып, жұмыртқаны әбден жақсылап қуырып аламыз. Алдымен жусайды турап аламыз. Туралған жусайдың үстіне қуырылған жұмыртқаны қосамыз. Қалауыңызша тұз, бұрыш қосамыз. Тестаны бірнеше бөлікке бөлеміз. Өзіміздің жайғанға ыңғайлы болатындай қылып тестаны дөңгелек қылып 10-15 минут қалып қоямыз. Тестамызды жаятын боламыз. Қатты қалың болмау керек, қатты жұқа болмау керек. Начинканы салып, тестаның екі жағын біріктіріп, шеттерін вилкамен басып шығамыз. Чебуректерді екі жағын қызартып қуырып аламыз. Чебурекіміз дайын. Рецепті оңай, жасап көрсеңіздер болады. Ас болсын.